Достар, бұл Тараз, естеріңізде болса, алдыңғы күні, бүгін 5 ма? 3 күні, иә, 3 күні Қостанайдан шыққам Таразға. Неге көліктерімді өткізіп, құжатымды алып, Аллаға шүкір Тараздан шығып келе жатырмын. Айша бибіден шығып, Тәуке хан көшесі. Бұл Тәуке хан көшесі. Осымен Алла қаласа енді үйге. Таразымызда жаңбыр жауып тұр, өйткені көктем. Көгеріп, бәрі әдемі болып жатыр. Өткенде уәде бермедім, осы Тәуке хан көшесіне кіріп келе жатқан кезде бір керемет бір ғимарат көрдім ба, сол есіме түспей жатыр. Соны түсірем деп өтіп кетіппін. Енді Алла қаласа келесі жолы бір күн шығып әдемі болып тұрған кезде тағы бір түсіріп алармыз. Енді әр қаланың, әсем көркем қаланың әдемі жерін көрсеткім келеді. Бір жаман жерін емес, бәрі әдемі, бәрі көркем, бәрі әсем. Менің негізі жаңағы жоспарым сол. Тек қана әдемі жерлер, бәрі әдемі. Негізі ауылда, әр ауданда, әр елді мекен бәрі көркем әдемі. Сонымен Тәуке хан көшесі, Алла қаласа, алдымызда Жансая дейді. Сол комментарийда жазып өтесіздер ма? Жансая деген ол не ықшам ауданы ма, жоқ бір үлкен жаңағыдай дүкен бар ма? Жансая деген не үшін Жансая дейді? Соны айта кетсеңіздер, тараздықтар. Міне де көлік салонның қасынан өтіп бара жатырмыз, оң жағындағы. Мінекей Kia дейді, Jack. Мен қазір осымен айналып, ана көшенің атын есіме түсіп айтқаны. Жаңағы автоцон дейді ғой, көлік сон, және көлік базарын қасынан өтіп, сонымен ескі айналма жолына түсемін. Сонымен осы керемет мінекей Таразымыз, әсем көркем қала, 2000 жылдық тарихы бар. Кім білмейді, Таразда білсеңіздер, ашық аспан астында не мұражай бар, ескі көне қаланың. Соны келіп көруге болады, және де бізде зиярат жасайтын жерлер көп. Әулие кісілер, Қарахан баба, Айша бибі, және тек тұрмас беді, иә, сол кісі болу керек. Соның бәрін келіп, турист ретінде келіп көріп кетсеңіздер де болады. Осындай керемет көне қала. Сонымен мен Алла қаласа үйге, жолдан тағы бір бейнелер болады. Бізде жаңбыр жауып тұр. Уақытымыз кешкі 4:20 болды. Леха жылдам қабылдап берді, керемет жақсы жігіттер бізде.